Наурыз ғаламшарды аралайды. Бұл жақсылық көктем, мейірімділік мерекесі. Наурыз күндері әр адам игі істер жасап, мұқтаж жандарға көмектесіп, кішкентай балаларды қолдап, сыйлықтар беру керек. Бұл сыйлықтардың құны маңызды емес, таза жүректен жақсылық жасау маңызды. Қайырымдылық Қазақстан Халқы Ассамблеясы жұмысының басты бағыттарының бірі болып табылады. Ал 18 наурыз игі істер күні өз мейірімділігіңді көрсету және көршіңе көмектесуге тағы бір мүмкіндік болды. Осы мереке алдындағы күні Қостанай облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясының этномәдени бірлестіктері қолдарында кішкентай балалармен қиын өмірлік жағдайға тап болған әйелдер орналасқан ана үйі мекемесіне барды. Бұл үйдің тұрғындары қауым төрағаларының қолынан жаңа піскен бауырсақтар мен тәттілер салынған себеттерді алды. Сонымен қатар аналар үйінің кітапханасы балаларға арналған жаңа кітаптармен толықтырылды. Биылғы қыс қарлы болды. Сондықтан облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясының еріктілері балалардың серуіне кедергі келтіретін күртік қар тазалауға да көмектесті. Сондай-ақ бұл күні қайырымдылық акцияларынан басқа садақа беру және ата-бабаларын еске алу әдеттегідей.